Математика өмірді сан арқылы бейнелейді. Тіршілік ете бастаған алғашқы кезеңде адам баласы жазусыздан бұрын-ақ санауды үйренгені хақ. Математика ғылымдардың ішінде ең ерте шыққан ғылым болып есептеледі. Күнкөріс қамы, тіршілік үшін жүргізілген күрес, ерте заманның адамдардың айналасындағы заттарды санауға, нәрселердің мөлшерін өзара салыстыруға, жыл мезгілдерді айыруға мәжбүр еткен. Бүгінгі күнкөрісте де математика есеп-қисапсыз әр нәрсе өз орнымен болмайтынын, шиеленісіп кететінін елестетпей-ақ білеміз. Міне осы үшін көп саламен байланысты математиканы өмірлік бағытым ретінде таныдым. Есімде қалғаны бір таныс адам енді Арманға келіп айтып жатыр. Андай там торғайлар неде отырды ағашта, бірнеше торғай, біреу ұшып кетті, екеуі ұшып кетті. Соны қанша қалды дегенде, соны кішкентай бала ойлаған шығар мүмкін, жауап бере алмайды деп. Ол жауап беріп отырды да, әлгі кісі айтады, мына баладан бірдеңе шығады дегендей. Адам өмірінде сандардың алатын орны бөлекше. Сан болмаса әлемде ретсіздік орнаған болар еді. Мысалы, әр күнге немесе аптаға жоспар құру, сағатқа қарап университетке, жұмысқа бару, уақытымен тамақ жеу, мезгілмен ұйықтау. Ұлы ғұлама, әлемнің екінші ұстазы Абу Насыр әл-Фараби бұдан 1000 жылдан аса уақыт бұрын адамға ең бірінші білім емес, тәрбие керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деген қағидасы бар. Ал Пифагор болса, әр санның өзіндік ерекшелікке ие деген екен. Өзім кішкентайымнан бастап математикаға жақсы көрген математиканы. Кішкентай кезімде осы, мысалы мен анам да математика пәнінің мұғалімі болды. Осы генмен бірге маған сіңіріп кеткен анамның ақ сүтімен сияқты. Арман бірінші классқа барды, например. Сол барғаннан бастап мен оған айта алмаймын, көп уақыт бөлдім деп. Ол өзімен өзі таласып, тырмысып, ылғи сөйтіп сондай өзімен өзі оқыды деп айталса болады. Өйткені мен ылғи жұмыста болам, жұмыстан келгенге обедте жүгіріп келіп сабаға тамағын беруге келем ғой енді. Ол сабақтан келеді, шешінеді, сабағын оқуға отырады. Бірінші сыныпта оқып жүргенде математика пәнінен емтихан болған кезде бір емес бірнеше есептерді қатесіз тез арада шығарып, мұғалімге тексеріп тапсырады екенмін. Осыдан кейін ұстазым осы пәнге қабілетімді байқап, көп есептер беріп, сабақты терең оқыта бастады. Одан кейін 7-ші сыныпқа келгенде осы дарынды ер балаларға арналған қазақ-түрік лицейінен түсіп кеттім. Түсіп кеткен себебі өйткені осы мектепке, осы мектеп қарғасына кіру үшін тест өту керек. Сол тесттің құратын есептердің где-то 50%-ның көп математика сұрақтары. Осы мектепке түскенім ғажап емес. Осы күнгі жетістіктерім, олимпиададағы жеңістерім мен оқыған лицейдің арқасы. Мектептегі ұстазым Муаммергүл 8-9 сыныптардан бастап мені математика пәнінен олимпиадаларға дайындады. Қазақ-түрік лицейіне түсіп оқуым, Муаммергүл ағаймен танысуым менің болашағыма үлкен әсер етті. Білім әлеміне жол ашты. Мектепке келгенде ол тереңде үйренетін бір пән таңдауы болды. Ол математиканы таңдады. Математика байланысты көптеген жетістіктерге жетті. Халықаралық олимпиадаларға, республикалық деңгейдегі олимпиадаларға орын алып, осы еліміздің байрақ туын деуге болады. Бүкіл Қазақстан ішінде және оның сыртында да атағын шығаруға тырысты. Ең бірінші олимпиадам болған 8-ші сыныпта Алматыда осы КТЛ-дардың арасында дарынды балаларға, Қазақстанның бүкіл КТЛ-дардың арасында олимпиада өтеді, өзі КТФ деген халықаралық фонд ұйымдастырады оны. Соған барып, бірінші рет 8-ші сыныпта барып қола медаль алып келдім. Тағы да басқа, яғни жоғары деңгейдегі олимпиадаға қатысып, енді бірінші орын алуға ұмтылдым. Жеңіс тұғырынан көрініп, мектебімнің атын шығарып, ұстаздарымның, анамның үмітін ақтарғым келді. Ол үшін көп дайындық қажет болды. Әр күнімді сабақтан кейін кітапханада өткердім. Математикаға қатысты кітаптар мен материалдарды жинақтап, үйде де дайындалдым. Үлкен сайыстарда мың жүйріктің ішінен алға шығу көпке бұйыра бермейді. Мұндайда тек өзіне деген сенім, қажырлы еңбек және жаппай ізденістің арқасында жете аласың. Ол жай ғана олимпиада емес, ол бір сәтте өтетін. Математика деген өзі өмірде үлкен із қалдырады. Сен кішкентай басынан кішкене математиканы оқып, бір олимпиада орын алып, сосын ұмытып қалмайсың ғой. Ол өзінің ішінде қалады, басында, миында қалады. Сосын ол келешекте керек болады. Мысалы, қазір университетте студент болып оқып жүргенмен басқа пәндер маған кішкене жеңілдек, басқа балаларға қарағанда жеңілдек керек. Өйткені математикаға дайындалғанда сен
өз өзіңді тәрбиелейсің. Математика пәнім бойынша 2011 жылы болған Жәутіков олимпиадасында қола жүлдеге, 2012 жылы Алматы қаласында өткен халықаралық Азия тынық мұхиттық олимпиадада күміс медальға, 2012 жылы Жібек жолы олимпиадасында 3-ші орын алып, 2013 жылы президенттік олимпиадада күміс медальға қол жеткіздім. Өзіміздің Қазақстанда өтетін халықаралық Жәутіков олимпиадасы өте қызық болды. Енді дегенмен де басқа елден гөрі өзіміздің елі жақын ғой. Сол Алматыда өткен сол Жәутіков олимпиадасы өте қызықты да болды, қиын да болды. Өзіміздің енді қиын болғанымен, сосын ең соңында жүлде алғаны өте жақсы. Өзіме өте риза болдым да. Ұлтымыздың маңдайына біткен бағы болар, қазақ халқынан шыққан даналар мен дарындары көп. Сондай ғұлама математиктердің бірі Асқар Жұмаділдаев. Алты алашқа ғана емес, алыс жақын шетелге де танымал Асқар Жұмаділдаев математика дейтұғын күрделі ғылымның жілігін шағып, майын ішкен дарын иесі. Және менің бақытыма орай Асқар ағаймен өмірде де кездесіп таныстым. Хабар агенттігінде өткен сонымен солақ дейік деген несі болды. Осы Асқар Жұмаділдаевтың бойында бір репортаж түсірген болған. Сонда мен оны бірінші рет көрдім. Енді сосын ол туралы мәлімет жинауға тырыстым, енді оқыдым. Қазірде мен Назарбаев университетінің бірінші курс студентімін. Мектебімді үздік бітіріп, көптеген олимпиададағы жетістіктерімнің арқасында грантты жеңіп алдым. Студент атану болашаққа қадам жасаудың үлкен сатысы. Мектепте алған ұшан теңіз білімді мұнда терең оқуға, математика атты ғалымның әр тамырын зерттеуге мүмкіндік болатын кез. Бұл деген сөз тағы да оқу, іздену, дайындалу және де тағы да оқу. Әрбір азамат өз ел үшін еңбекқор болатын болса, ел үшін тырысатын болса, елде болу үшін үлкен көмек көрсетеді. Біздің елімізде осы жаңа университет ашылды, Назарбаев университеті. Математика болса, арман қаншама жылдары осы математика арқылы елінің атағын шығарайын дегенде, осы арқылы ол осы университетке түсті. Яғни, оның осы жылдары, соңғы мектеп жылдары оқуы, тырысуы, еңбегі босына қалған жоқ. Астана қаласындағы дарынды ер балаларға арналған Қазақ-түрік лицейінің түлегімін. Көп жылдар бойыма білім нәрін сусындаттырып, тәрбие мен білімді қатар берген Алтын ұя мектебім мен ұстаздарымның алдындағы қарызымды қайтару мақсатында 7-8 сынып оқушыларына математика пәнінен сабақ беріп жүрмін. Университетте сабақтарым, олимпиадаға дайындықтарым көп бола тұра, күн тәртібімнің тығыздығына қарамай, барынша уақыт бөліп келуге тырысамын. Өйткені бұл оқушылар еліміздің ертеңгі болашағы. Олар да біз сияқты сүйікті пәнін таңдап, олимпиадаға қатысып, өз жолдарын бағамдайды. Және бар білгенімді, алған білімімді өзімнен кейінгі жастармен бөліскім келеді. Мен ұстаз болуға тым жаспын, алайда бұл әрекетімді өзімнің мұғалімдерімнің алдындағы парызым деп білемін. Осы алған білімімді қайтару, болашақ осындай олимпиадаға қатысушыларға қайтаруға өзімнің парызым деп санаймын. Әрбір бала өзінің анасын жылдар өтсе де жүрегінде сақтап, ерекше тебіреніспен еске алып отыратындығы сөзсіз. Мен де анам жайында толғанам. Өйткені ана бала үшін мәңгі асыл жан болып қалады. Өмірдің қиындығын жеңе отырып, қайсарлығымен мені өсіріп тәрбиеледі. Мен әрқашанда анамды мақтан тұтамын. Және анамның ақылы мен парасаттылығына, сабыры мен салиқалылығына, төзі мен табындылығына қайран қалып бас иемін. Отбасылық өмірдің бақытты шақтары тек анамның жанында ғана өтті. Мен Арманмен әңгімелескен кезінде, сөйлескен кезде өзімнің балам сияқты емес, например, өзімнен кіші адам емес, өзіммен тең адам ретінде сөйлесем да, сол не жасасақ та бірге екеуміз ақылдасып, сөйлесіп, солай бәрін солай бірге жасаймыз. Енді кішкентай кезінде еркелеттің ба дегенге, конечно, енді әрине еркелеттік, қолымнан келгенше енді жалғыз тәрбиелегеннен кейін еркелеттім да, сондай моменттер болды. Бұлай жақсы адам болсын деп өсіруге де, тәрбиелеуге де сондай ден қойып, ынтамды салдым. Қазақ-түрік лицейінде оқып жүргенімде
көп балалар болып жатақханада жиналып, өнерімізді ортаға салатын едік. Сабақтан кейін бір сергіп, дем алатын уақыт табыла қойса, тәрбиешілер үлгі өнеге, өнердің сан түрлісін үйрететін еді. Есімде қалған бір сәт, қолыма қазақтың киелі аспабы домбыра тигенде, қатты қуанғаны соншалық, оны музыкалық білімсіз-ақ тез меңгеріп алдым. Үйде анама домбыра сатып алдырып, бүгінгі күнге дейін оны шертіп отырамын. Көптеген қазақтың күйлерімен қатар әндерін ойнап, анам екеуміз көңіл көтереміз. Бір барғанда айтқаны бар, бір мұғалімінің атын ұмытып қалдым енді. Маған сіз балаңыз жақсы оқиды, енді сосы домбыраны тартып жақсы үйреніп алса, ертең 8 қырлы, бір сырлы жігіттердің бірі болады деп сондай айтқан. Енді домбыраны да тартып үйрендік. Анда-санда өзіміз отырғанда ақырындап домбыра шертіп, күйлер тартады да, енді сол өзім тыңдағанды жақсы көремін күйді. Сондықтан Арманға анда-санда өзім сұраймын, Арман, домбыра тартып берші деп. Ендігі мақсатым өзім оқып жатқан университетті үздік бітіріп, елімізге математикамен өз үлесімді қосқым келеді. Мейлі ұстаз болайын, инженер, не технолог. Ең бастысы, алған білімді шыңдап, Қазақстан атты алып мемлекетті мықты болып қалуына септігін тисе болғаны. Ал оған көмектесетін ең басты қаруым ол математика. Математика дегеніміз ол бүкіл техникалық пәндердің бастапқысы деуге болады. Яғни математиканы оқыған бала кез келген салаға кете алады. Инженерлік болсын, техникалық болсын, басқа да бір. Қазір Арман роботика технологиясында оқып жатыр. Болашақта білетіңіздей қазір дамып келе жатыр бүкіл технологиялар. Болашақта осы университетті жақсылап бітіріп, абыроймен бітірсе деп ойлаймын. Ертең Қазақстанның бір жақсы үлкен азаматтарының бірі болса деп ойлаймын. Жақсы жерлерден көрінсе деп ойлаймын. Соған мен сенемін.